Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Ақтөбе гуманитарлық колледжі информатика пәні оқытушысы Ыдырысов Қадырбек Жәнібекұлы. Бүгінгі таңда ғылым мен техника саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оқу орындарында робототехника үйірмелері жүргізілуде. Аталған курстардың және робототехника кабинеттерінің мақсаты техникалық құрастыру мен модельдеу дағдыларын үйрену, балалардың логикалық және сыни ойлау қабілетін дамыту, топтасып, жұптасып, өзара әрекеттесуге үйрету. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз роботтарды құрастыру және оларды бағдарламау арқылы әртүрлі әрекеттерді орындау. Жалпы робототехника дегеніміз не деген тақырыпқа келетін болса, яғни қандай да бір роботтарды құрастырып, оларға әрекет беріп, яғни бір тапсырмаларды орындау. Жалпы робототехниканың қолдану саласы әртүрлі қазіргі таңда әртүрлі салада қолданады. Медицинада, білім саласында, өнеркәсіп саласында, яғни біздің білім саласына келетін болса, қазіргі таңда білім саласында роботтардың түрлері көп. Мысалға Arduino, Lego, яғни біздің қазіргі тақырыбымыз бүгін өтетін, яғни Lego роботына арналған, яғни біз бұл жинақты пайдалану арқылы, яғни алдарымыздағы жинақты, Lego жинағын, біз көптеген роботтың түрлерін құрастыруға мүмкіншілігіміз бар. Яғни роботтардың түрлерін құрастырып қоймай, сонымен бірге оларға бағдарлама жазу арқылы әртүрлі әрекеттерді орындатамыз. Жалпы Легоның құрылысымен танысатын болса, Леголар негізінен үлкен мотор, келесі элементі, яғни бұл EVO3 модулі деп аталады. Яғни бұл модульде негізгі екі түрлі порттардан тұрады, яғни алдыңғы A, C, D, E деген порт бұған моторлар жалғанса, 1, 2, 3, 4, 5 деген 4 деген порттарға бұларға тетіктер жалғанады. Жалпы бұған, яғни біз құрған бағдарламаны сақтап отырып, әртүрлі әрекеттер орындаймыз. Ортаңғы мотор дәлдігін сақтайды, яғни ортаңғы мотордың көмегімен қандай да бір көлемді ықшам операцияларды орындаймыз әрекеттер. Келесі жанасу тетігі 3 түрлі мәнді қабылдайды: басу, жіберу және тоқтап тұру деген. Келесі түс тетігі, яғни түс тетігі негізінен 7 түрлі түстерді қабылдайды. Сонымен қатар қараңғы және жарық деген мәліметтерді қабылдай алады. Сонымен қатар келесі осы тетіктердің барлығын пайдалану арқылы біздер қандай да бір өзімізге қажетті роботты құрастырып боламыз. Яғни осы роботты құрастырып болғаннан кейін осы роботқа әрекет беру үшін біз оған бағдарлама орнатып жазамыз. Яғни қандай тетіктің қандай қызмет атқаратындығын біз көрсетуіміз керек. Ол үшін, яғни EVO3 бағдарламасының EVO3 Mindstorm бағдарламасы бар, роботының. Оған, яғни негізгі 5 бөліктен тұрады. Яғни бірінші бөлігі бізде көрсетілгенде бірінші бөлігі, яғни бағдарлама жазу алаңы, екінші бөлігі, яғни біздерде блоктар, яғни бағдарлама құру барысында қолданылатын блоктар, үшінші бөлімі, яғни бұл осы бағдарламаны құру барысында пайдаланған тетіктер мен моторлардың қандай қосылғандығын анықтау және жазылған бағдарламаны модульге сақтау бөлігі. Төртінші блокқа келетін болса, бұл бөлімде негізінен қандай да бір шаблондармен жұмыс жасағанақта осыларға қарап отырып жұмыс жасау, немесе өзіміз жасаған жобаның құжатын рәсімдеу бөлігі. Бесінші бөлік бұл саймандар тақтасы. Мұнда сіз бағдарламаны жұмыс істеу үшін негізгі құралдар тобы орналастырылады. Негізінен бағдарлама төменгі бөлігінде көрсетіп кеткенде, екінші бөлікте бағдарлама қолданатын блоктар көп, сондықтан оларды негізгі 6 түс арқылы топтарға бөлген. Яғни ода бірінші топ әрекеттер блогы, яғни ода негізінен үлкен мотор, рөлдік басқару, экран, дыбыс, яғни осыған қолданылатын әрекеттердің барлығы осы бөлікте орналасады. Келесі бөлік бізде операторлар бөлігі. Яғни операторлар ауыстыру, циклді үзу, цикл, күту операторларының барысы осы операторда орналасқан. Үшінші түске келетін болсақ, яғни блокқа. Бұда тетіктер блогы. Яғни біз роботты құрастыру барысында пайдаланған барлық тетіктер осы бөлікте орналастырылады. Деректер блогына келетін болсақ, яғни деректер блогы бұл кезде былай қарағанда математикалық амалдар, мәтін, кездейсоқ мән, математика, дөңгелектеу сынды операциялар бар. Келесі кеңейтілген бөлім. Яғни кеңейтілген бөлім моторлардың айналуын, белсенді күйге ұстау, Bluetooth'ге қосу деген әрекеттерді орындайды.
яғни соңғы бөлім бұл менің блогым бөлімі. Яғни бұл бөлімде сіздер қандай да бір үлкен жобаны орындау барысында бір әрекетті қайта-қайта орындайсыздар. Программаның бір әрекетін, мысалға алатын болсақ, мотордың 10 секундқа жылжуын қайта-қайта сіздер орындайсыздар, бір моторды. Сол программаны, бағдарламаны қайта-қайта жазбас үшін сіз осы менің блогым бөлімінде сіз осы әрекетті бір жерге блокқа сақтап қоясыз. Яғни жобаны жазу барысында сіз осы блокты шақыра қоясыз. Сіздерге барлығын түсінсеңіздер, біз қарапайым алдарыңыздағы кітапты алып, яғни роботты құрастырамыз. Роботты құрастырып болсаңыздар, енді біз оған қандай да бір әрекетті орындау үшін бағдарлама енгізуіміз қажет. Бағдарлама енгізу үшін сіздер өздеріңіздің компьютерлеріңізден Lego Brainstorm бағдарламасын ашамыз. Яғни осы бағдарламалау ортасында сіз осы роботқа қандай әрекет беретініңізді құрастыру керек. Яғни біз роботқа әрекет бермес бұрын біз оған қандай әрекет беретінімізді және оған қай датчик жауапты екендігін алдын ала білуіміз керек. Сондықтан, яғни бізге әрекетті орындау мақсатында біз алға жүруді жүзеге асыру үшін, яғни біз мотордың алға айналуын реттеуіміз керек. Ол үшін сол мотордың модульдің қай бөлігіне, қай портына жалғанғандығын көруіміз керек. Яғни мысалға мен оң жақ моторды алға айналдыру деген әрекетті орындау керек болса, оң жақ мотор модульдің қай жақ портына орналасқандығын программада көрсетуім керек. Яғни программада бізде қажетті моторларды және тетіктерді аламыз. Яғни ол тетіктің қай портқа жалғанғандығын алдын ала көрсетеміз. Яғни сіздер соны орындау үшін, яғни сіздерге жаңа неше түрлі түспен кішкентай объекті құрып алдыңыздар. Яғни ода көк, сары, қызыл, жасыл түс бар. Яғни біз қызыл түсті көрсе тоқтап, сары түсті көрсе дайындау, немесе жасыл түсті көрсе алға жүру деген сияқты әрекеттерді орындауымыз керек. Яғни ол үшін сіздер программаны алып бағдарламалауды бастаймыз. Бізге берген тапсырма бойынша, яғни түс тетігіне жасыл түсті көрсеткен кезде робот алдыға қарай жүреді. Ал қызыл түс тетігіне көрсеткен сәтте бұл робот бір мезетте тоқтайды. Біз жасап шыққан роботымыз түс тетігі арқылы жұмыс жасайды. Егер де роботымыз жасыл түсті көретін болса, тіке жүреді, сары түсті көретін болса, оңға қозғалады, және көк түсті көретін болса, солға жүреді. Мысалы, жасыл түсті көрген кезде тіке жүреді. Ал сары түсті көрсе, оң жаққа. Көк түсті көрсе, керісінше жаққа. Сол жаққа қозғалады. Егер де түсті көрмейтін болса, роботымыз бір орында тұрады. Орындалған жұмыстар бойынша қандай моторларды пайдаландық? Біз жасаған роботтарды үлкен моторды пайдаландық, себебі үлкен мотордың айналу күші үлкен, және ол роботтың қозғалуына үлкен септігін тигізеді. Сонымен қатар қандай тетіктерді пайдаландық? Осы роботты құру барысында біз түс тетігін және қозғалыс тетігін пайдаландық. Яғни түс тетігімен осы түстерді анықтадық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Білімдік робототехника жаңа өзекті педагогикалық технология. Ол механика, электроника, автоматика, құрастыру, бағдарламалау және техникалық дизайн салалары бойынша оқушылардың білімін жетілдіреді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.